Алдымен бисмилля деп капустамызды жіңішкелеп түйіркеден өткізіп аламыз. Міне біз капустамызды жіп-жіңішке етіп, осылай түйіркеден өткізіп алдық. Енді үстіне тұз сеуіп қоямыз. Қызыл сәбіз алдым салаттың құрамына. Бұны да түйіркеден өткізетін боламыз. Осы түйіркеден әдемі болып өтті. Тек-тегіс болып сәбізді өткіздік. Енді осыны капустаның үстіне қосатын боламыз. Мұнда паприка салып жатырмын. Ащы қызыл бұрыш, китайский тұз, уксус 70%. Чеснокты түйіркеден өткіземіз. Майды қыздырып, үстіне құямыз. Дауыс шығып жатыр. Мұнда менде түйіркеден өткен, дайындап қойған қызылша бар. Осыны салатымыздың үстіне салып, араластыратын боламыз. Укропты майдалап тураймыз. Салатымыздың құрамына саламыз, майдалап. Қыздар, менің өте дәмді қызылша қосылған, капуста қосылған, сәбіз қосылған, құрамына азғантай зат кететін салатым дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.